Men anao әңгіме болғаннан кейін не дейді осындай кезде ғой бәріміз мәкең айтқаннан кейін бәрі серьезный болып кетіп бара жатқан сияқты арасын әзілді бір арасын иландырып араластырып отырайық дегеніміз ғой. Осы туған күнге қатысты ғой енді естігеніміз бар, есіме түсіп кетіп айтып жатқан жаңағы бір қария үлкен шал ғой, 100-ге келіп балдары жиналып той беріп 100 жасын жасап беріп сөйткен ғой. Сөйтіп тойдың бәрі тарқап неғаннан кейін ертесіне жаңағы ақсақалға ауылдың өткен кеткен кісілері қолын алып жаңағы тойға келе ма жағдайын сұрауға келмей ма? Ата ақсақал кеше балдарыңыз 100 жас тойыңыз жасап беріпті, қалай жалпы тойларыңыз қалай өтті деген ғой. Сөйтсе той қалай өтті дейсің? Өңкей 80-90-дағы шегол кемпір шалдар келіп кетті деп айтады. Ол айтпақшы өзінің ата-анасынан ешкім көрмейді дегенде. Сондықтан дұрыс айттыңыз. Мәнді сәнді өмір, әрине бәріміз ұзақ ғұмырды тілейміз. 100-200 деп айта береміз ғой, бір Құдайдың қолында әрине. Біздің адам айтқан бәрі бола бермейді. Жалпы өмірді қанша жас өмір берсе де, соның салиқалы болуы, әнді болуы ең маңыздысын айтып өттіңіз бәке. Сондықтан сондай жастарға Алланың өзі жақсы сөз жарымырыс дейді. 100 жасты, одан да көп жасты Құдайдан жақсы ғой. Сөзіміз, жақсы сөзіміз бір-бірімізге таусылмасын деп айта берейік. Құдай қаласа періште ары қарай әумин болып жатса, оны да бірге көреміз деген ниетте. Жақсы сөз жарымырыс деген, әрқашанда жақсы сөз сөйле, періште жақсыға да жаманға да әумин деген сөздің өзінің андай бірнеше рет басынан несі өткенде. Осы жақында соңғы болған нәрсе өзі ат шаптырамын, атқа қонамын. Балам сәл андай не қылып жүреді. Үйде інімнің, менен кейінгі інімнің бір тайы бар еді. Інім сатамын дейді, балам әке айтсаңызшы тәтеме сатпасын да дейді. Сонан кейін өткенде осыдан бір апта алдым ғой. Тай алатын ондай ешқандай жоспарда ештеңке жоқ. Сонан балама айттым да, балам абай ағаңа ақша керек болады. Сол керегіне сатып жатыр балам, не қыласың? Мен саған өзім жақсысын әперем дедім да. Ойымда ештеңке жоқ, просто балам жұбату үшін айттым да мен. Сонымен өзімнің бір қиялымда бір іздеп жүрген нәрсе бар еді өзінше. Бірақ ол жоспарда жоқ еді. 2 күннен кейін сол вариант шығып тұр ғой. Бәке, срочно сатылатын болып жатыр. Қоймайсыз ба деп ше. Қызмен алып әкелдік, үйге қойғаннан кейін ойландым да. Бір апта алып балама айтқанмын. Үйге келіп тұрып айтып жатырмын да. Бір апта алып балама айтып едім, балам ағаң қинама, атын сатса сатсын, мен саған басқа